бағасын білмесе қадірлемейді. Қарайықшы осы отырған баршамыз. Әркім енді өзі біледі ғой. Ешкімге ар деп айта алмаймыз, енді өзімізді мысал алатын болатын болсақ, егер біздің қандай да бір жағдаймен дүниеміз азая бастаса, көңіліміз түсе бастайды. Көп адамда бұл бар. Егер ондай жоқ болатын болса, жақсы. Бірақ Аллах білуші не деді? Кәлләбәл тухиббунал аджила. Жоқ, сендер мына дүниені жақсы көресіңдер, өтіп кететін дүниені жақсы көресіңдер деп айтады Аллах Тағала. Дүние азая бастаса, адамның көңілі түсе бастайды. Егер біреудің денсаулығы азая бастаса, және көңілі түсе бастайды. Бұрынғыдай болмай қапты не? Басқаша болып қап, қайтаға айнаға қарап, бетіне безеу шықса, безек қағып отқан қанша адам бар? Қандай дәрі бар екен? Мына безеуді қайтаратын не бар екен? Деген сияқты. Егер біреудің киімі тоза бастаса, және мазасы кетеді. Мына киім тоза бастады, елден ұят болды деген ұғымға түсе бастаймыз. Ал енді осының бәрінен де қымбатты нәрсе бар, ол иман. Иман тоза бастаса, иман әлсірей бастаған кезде уайымдамау, онда иманның бағасын білмегендікті. Субханалла, иманның бір бағасының өзі не тұрады? Бір кісі болады, ерінбей қымбат машинасын біреу түртіп кете ма деп, ақшасын даямай күніге 200 теңге беріп стайнге қоюға ол жарайды. Бірақ күніге 200 теңге садақа беруге кім жарайды? Қайсы қымбат еді? Иман қымбат бет. Жоқ, машина қымбат бет.